Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге морковча салатының рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Барлық тамақтармен үйлесетін өте дәмді және де тез дайындалатын салаттың рецептін міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Бізге сәбіз, сарымсақ және аскөк және осындай чим-чим приправасы қажет болады. Тұз керегінше қарап салатын боламыз. Ең алдымен осындай үкіштен сәбізімізді өткізіп аламыз. Бұл арнайы осы сәбізге арналған үкіш. Барлығын осылай ұзын етіп үкіштен өткізіп аламыз. Енді келесіде аскөгімізді осылай майдалап турап аламыз. Менде сарымсағым өте көктем мезгіліндегі ерте піскен сарымсақ. Осылай майдалап қолмен турап алдым. Үкіштен өткізсеңіздер де болады. Мен осылай қолмен турадым. Жаңағы үкіштен өткен сәбізіміздің үстіне зелень мен сарымсағымызды саламыз. Осы ортада аз ғана тұз салып, чим-чим тұздығымызды салып, қызып тұрған табамызға майымызды құйып, қыздыртып аламыз. Майымызды осы сәбізіміздің үстіне құямыз. Екі қолдың көмегімен жақсылап араластырамыз. Сәбізді мұжудың қажеті жоқ, өйткені сынып майдаланып кетуі мүмкін. Ол қазір өзі май құйғаннан кейін жай солый бастайды. Егер де мұжатын болсаңыздар, сіздердің салаттарыңыз майдаланып, дана-дана болып түспейді. Сәбізіміз біздің ұзын болып, әдемі болып шығу үшін жай ғана жеңіл түрде ғана араластыру қажет. Толық араласқаннан соң, аз ғана өзіңіздің қалауыңызша қарабұрышты сепсеңіз болады. Мен аз ғана салдым. Енді бұл уақытта қолдың көмегі қажет емес, тек шанышқымен ғана араластырып қою қажет. Осылай жеңіл түрде араластыру қажет, өзі сол кезде өз қалпын сақтайтын болады. Ал енді дастарханға тарта берсеңіздер болады. Біздің морковча салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздерде де дәл осылай шығуына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәні барлық тағаммен үйлесетін өте дәмді салат болады. Егер рецепт ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойыңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Ас болсын. Егер де басқа да рецепт қажет болатын болса, мен плейлист бөліміне өтіп, сол жерден басқа да рецепт, салаттар және ыстық тағамдардың рецепттері бар. Міндетті түрде кіріп көріңізді сұраймын.